Армысыздар, бүгін біз 2023 жылға арналған міндетті әлеуметтік сақтандыру төлемдері жайлы айтамыз. Биылғы жылдың 1 қаңтарынан бастап, жұмыс беруші қызметкер үшін жалақы деңгейінің 3% төлейді. Аударымның ең жоғарғы сомасы ең төменгі жалақының 3%, яғни 21 мың теңгеден аспауы тиіс. Айта кету керек, биылдан бастап ең төменгі жалақы 70 мың теңгені құрайды. Ал қызметкерлер мен азаматтық құқықтық сипаттағы шарты бойынша табыс табатындар өз табысының 2%-ін төлейді. Жеке кәсіпкер жеке практикамен айналысатын азаматтар 4900 теңге төлейтін болады. Дербес төлеушілер үшін жарна сомасы биыл, яғни 2023 жылы 3500 теңгені құрайды. Бірыңғай жинақ төлемі республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда бір айлық есептік көрсеткіш 3450 теңгені, ал басқа елді мекендерде тұратын тұлғалар үшін 1725 теңгені қамтиды. Міндетті әлеуметтік сақтандыруға екінші деңгейлі банктер, Қазпошта бөлімшелері және төлем терминалдары арқылы төлеуге болады. Ендеше мәміспен бірге болып, сау болыңыздар.